Мұхтар Әуезов, Қорғансыздың күні. Қаңтар айының өте суық уақытындағы бұл суық оқиға Арқалының маңайында болды деп суреттейді жазушы. Бар ат мінген екі жолаушы жолға шықты. Оның бірі Ақан болыс, қазіргі тілмен айтқанда әкім. Оның қасында жүрген көмекшісі атшабары Қалтай. Екеуі қазына алымын апарып тастап, қайтар жолда түн болғандықтан жолдағы бір үйге қоныстамақшы болды. Тозған үйді Ақан болыс менсінбеді, бірақ Қалтай үйге кіргесін көрерсің деді. Үйге кірсе, пештің жанында бүрсеңдеген үш әйел отыр екен. Сексеннен асқан кейуана, жанарынан 20 күн бұрын айырылған келіншек және 18 жасар Ғазиза. Үйдің иесі Жақап пен баласы Мұқаш жақында қайтыс болыпты. Ақан болыстан бір қайыр күткен кейуана басынан өткен қасіретін айтып береді. Жақыптың немере інісі Дүйсеннің үйіне Тобықтыдан ұры келеді. Ол ұрыны Дүйсен боранға қарамастан қуып шығады. Оған ызаланған ұры Дүйсеннің қорасын бұзып, 5-6 қойын екі аттың алдына салып ұрлап кетеді. Солай Дүйсен ызаланып оның артынан бармақшы болады. Бірақ оған жүрексініп, қасына кемпірдің ұлы Жақыпты алып алады. Ұры да беріспейді екен. Дүйсеннің қызын сұрады. Дүйсен өзінің 9-10 жасар қызын беруге тура келді. Солай Дүйсен мен Жақып қайтып келген кезде Жақып сырқаттанып көз жұмады. Іле-шала артынан Мәрден деген адам өзінің қарызын сұрап келеді. Әжей, саған оны берсек өзіміз аштан қатамыз, қоя тұр дейді. Солай Дүйсен артынан жиналыс ашады. Мәрденге қарызын бермесе бізден сұрайды. Оданша Жақыптың қызын Мәрденге берейік, дейді. Солай шешіп олар қойғаннан кейін артынан Смағұл деген келеді. Ол марқұм Жақыптан көп жақсылық көріп еді. Марқұм Жақып өлген кезде Смағұл қойым сойып бердім деп әжейдің қойларын алып кетеді. Солай әжей бәрін, өзінің қасіретін бәрін айтып береді. Өтірік болса да, Ақан болыс өзінің көңілін айта салады. Негізі оның ойы мүлдем басқа аяқта. Солай бәрі тамақтанып болғаннан кейін кейуана Ғазизаға айтады. Қонақтардың аттарына шөп беру керек шығар. Шөптің қайда тұрғанын көрсет дейді. Ғазиза шөп қораны көрсетеді. Қалтай сол кезде Ғазизаға шөптен де басқа әңгіме бар еді дейді. Ғазиза ызаланып, аулақ жүр, ойнайтын адамың мен емес дейді. Сыртта бәрін естіп тұрған Ақан Ғазизаны қайттан қораға кіргізіп сүйрелей жөнеледі. Сыртта Қалтай күзетте тұр. Ақан біраздан кейін шығып жатып қалады. Бір жағынан ойлап та қояды, артынан не болады деп. Қалтай біраз уақыттан кейін үйге кіреді. Кейуана сұрайды. Ғазиза қайда? Білмеймін, үйге жібергенмін дейді Қалтай. Солай Ғазизаны іздеп таппай, қонақтар таң атқанда жолға шығып кетеді. Ал Ғазиза болса, арымның таптатқызғанымды үйдегілерге білдіртмеймін деп әкесіне бейітіне кетіп қалады. Ол жерде күндіз туысқандары үсіп қалған Ғазизаны тауып алады.